Қайсы бір күні ауызашарда бір ақсақалмен дастархандас болып қалдым. Жасы 60-тан асқан кісі бізді алдыға боздырып, әңгіме айтқызып, байсалды қалыпта тыңдап отырды. Біз реті келгесін ананың орны жайында, аналарды құрметтеу, анаңа 3 рет жақсылық жаса, содан кейін барып әкеңе жақсылық жаса, әкең мен анаң қатар шақырса, анаңа жауап бер, себебі ананың жүрегі жұмсақ, ананың көңілі аяулы деген дүниелерді айтып отырғанбыз. Сол кезде әлгі ақсақал әңгіме аяқталды деген тұста былай деп қалды: балам, осы Аллаға шүкір, аналар жайында көп уағыздар айтылады, бірақ осы әке жайында да кейде тілге тиек етіп жүрсеңдер жақсы болар еді деп. Сосын мен қай тұсынан әңгіме қозғау керек, сіз ойдағы көңілдегі сөзіңізді айтсаңызшы деп едім. Ол кісі айтты: мәселен деді, біз енді жасымыз 60-тан асқан, зейнетке шыққан адамбыз. Құдайға шүкір, астымда көлігім бар, басымда үйім бар, бәйбішем қасымда деді. Бірақ кісі жасыл қойған сайын жарының қадірін біліп қасында болғысы келеді. Осы бірақ мына апаларың ана немереме барам, мына немереме барам деп қызына қыдырып, көбінде менің қасымда бола қоймайды. Қалтамда ақшам болғанмен, астымда көлігім болғанмен, қасымда кемпірім болмағасын бір көңілім қаяулы, бір сұрғылт өмір сүріп жатқандай сезінем. Осы апаларыңа не айтар едіңдер деп күлді. Әлгі әңгімеден кейін расында ойланып қалдық. Себебі біз ол жасқа жетпегенбіз, ол проблеманы көрмегенбіз. Бірақ аналар туралы айтқанмен расында ерлі зайыптылар көз бен қол сияқты дейді ғой. Еркек пен әйелдің орны көз бен қол сияқты. Қол қақсаса көз жылайды, көз жыласа қол сүртеді. Әке мен шеше бір-біріне дәл сондай қажет. Ананың көңілі аяулы болса, әкенің жүрегі біз үшін мәртебелі. Расында кейде әкеміз телефон шалған кезде кеше мойнына көтерген әкеміздің телефонын көтеруге шамамыз келмей жатады. Әкеміз біздің бір банкоматымыз секілді. Әкемізге барып қажетімізді өтеп, қаржымызды алып, арқамыздан қаққан қолдауын күтеміз, бірақ сол әкеміздің жүрегіне не керек, жанына не керек, соны ойлана бермейтін ұрпақ екеніміз өтірік емес, өкінішке орай. Кеше Құнанбайдың қабағына қараған Абай атамыз секілді қасиеттер кейде бойымыздан табыла бермейді. Бірақ көбінде әкенің қадір қасиетін білдіру баладан гөрі оның жарының, бәйбішесінің, яғни жұбайының мойнындағы бір міндет секілді. Себебі кішкентайынан әкелерің демалсын, әкелерің келе жатыр, ай сенің мына қылығыңды әкең біліп қоймасын, мына қылығыңды әкең білсе не болар екен деп әкенің қадірін арттырып отыратын ана болатын болса, шынында да бала деген бір құмыра жасайтын батпақ секілді, ол қалай илесең солай қалыпқа түседі. Сол себептен бір оқиға есіме түсіп отыр. Бір әулетте әкелері қайтыс боп, балаларының тәрбиесі анасының мойнында қалады. Содан әкесінің 40 өтер өтпестен әкелерінің үлкен пальтосын, сырт киімін үйден шыға беріскен ілгішке іліп қояды. Сосын балалары келіп мектепке барарда: анашым, маған бір тиын теңге бересіз бе десе, жақсы, ала ғой айналайын, әкеңнің қалтасынан ал дейді. Әкеңнің қалтасы деп отырғаны шыға берісте ілулі тұрған қалың пальто еді. Баласы келіп әкесінің иісі сіңген пальтоның қалтасынан қажет қаражатын алып шығып кетеді. Тағы да келесі жолы нанға ақша сұраса да, сыртқа барарда бір тиын теңге сұраса, әкеңнің қалтасынан ал, әкеңнің қалтасына сап қойдым деп, әкенің атын ұмыттырмай, әкенің даңқын ұмыттырмай, отбасына қаржы қаражат әке арқылы келетінін сезіндіріп отырған ананың даналығы балаларға өмірден әкенің көзі кетсе де, оның сөзі кетпегенін, абыройы кетпегенін, дәрежесі кетпегенін әрдайым сезіндіріп отырған екен. Осы сияқты дана аналарымыз қай уақытта да болған, әлі де бола береді. Алла қаласа қасиетті оразада, әсіресе сауаптың ең үлкені болған анамыз бен әкеміздің қадіріне жетіп жүруді Алла баршамызға нәсіп етсін. Ана ол таудың етегіндегі бұлақ сияқты. Шөліңді қандырады, шалғыныңды өсіреді, құлпыртады, өркендетеді. Ал әке сол бауырынан бұлақ шығып жатқан асқар тау секілді. Сені
дауылдан қорғайды, суықтан қорғайды, панасын алады. Алла әкеміз бен шешеміз өмірден өтіп кеткен болса, Алла оларға рахым етсін. Көз алдымызда екеуі немесе біреуі тірі болса, олар бізге жас кезімізде қандай қамқорлық көрсеткеніндей, Алла тағала оларға да қамқорлық көрсетіп, бізде Алланың мейірімімен олардың әрдайым қызметінде болуды Алла нәсіп етсін.